Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз қазақ даласында өсетін ерекше дәрілік өсімдік туралы айтамыз. Бұл жантақ шөбі. Көпшілік жантақты жай ғана тікенекті өсімдік деп ойлайды. Ал шын мәнінде жантақ халық медицинасында ертеден қолданылған табиғи ем. Бүгінгі видеода сіздер жантақ шөбінің пайдасы, оны қалай дайындайды, зияны қандай және 60 жастан асқан адамдарға әсері туралы білетін боласыздар. Жантақ шөл және шөлейт аймақтарда өсетін өсімдік. Оның құрамында ағзаға пайдалы көптеген заттар бар. Жантақтың негізгі пайдалы қасиеттері ол бүйрекке пайдалы. Жантақ зәр айдайтын қасиетке ие. Бүйрек пен несеп жолдарын тазартуға көмектеседі. Қабынуға қарсы әсері бар. Халық медицинасында оны суық тигенде немесе тамақ ауырғанда қолданған. Сондай-ақ ас қорыту жүйесін жақсартады, яғни ішек жұмысын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар бауыр мен өткеде пайдалы, өттің жүруін жақсартып, ағзаны тазартуға көмектеседі және ісінуді азайтады, ағзадағы артық сұйықтықты шығарады. Сондықтан жантақ табиғи емдік өсімдіктердің бірі. Жантақ шөбінен шай немесе тұнба дайындауға болады. Ол үшін бізге бір ас қасық кептірілген жантақ шөбі және бір стакан қайнаған су қажет. Шөпті ыдысқа салып, үстіне қайнаған суды құямыз және оны 15-20 минутқа бетін жауып тұндырамыз. Уақыт өткеннен кейін күніне осы тұнбаны 2 рет жарты стаканнан тамақтанардың алдында жарты сағат бұрын аш қарынға ішуге болады. Ал жантақ тамырының тұнбасын дайындау үшін бізге бір ас қасық жантақтың тамыры және бір стакан су қажет. Тамырды ыдысқа салып, үстінен суды құйып, 5-10 минут баяу отта қайнатамыз. 30 минутқа тұндырып, 30 минут өткеннен кейін сүзіп алып ішуге болады. Сондай-ақ жантақ жасы үлкен кісілерге пайдалы болуы мүмкін. Ол бүйрек жұмысын жақсартады, ісінуді азайтады, қан айналымын жақсартады, буын ауруларында жеңілдік береді және сондай-ақ ас қорытуды жақсартады. Сондықтан халық арасында жантақ шайын егде жастағы адамдар жиі пайдаланған. Алайда кез келген емдік шөпті қолданбас бұрын міндетті түрде өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дегенмен жантақты бәріне бірдей қолдануға болмайды. Келесі кісілер сақ болуы керек. Аллергиясы бар адамдар, бүйрек ауруы бар адамдар, қан қысымы төмен адамдар және де жүкті әйелдер мен балалар. Сондықтан кез келген дәрілік өсімдікті қолданбас бұрын міндетті түрде өзіңіздің денсаулық жағдайыңызды ескеріп, дәрігеріңізбен ақылдасыңыз. Көріп отырғандарыңыздай, жантақ қазақ даласында өсетін пайдалы табиғи өсімдіктердің бірі. Дұрыс қолдансаңыз, ол денсаулыққа жақсы әсер етеді. Егер видео сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір жазыңыз және каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.